екі иығымды бірге берем. Бірінші төркін үшін. Төркін десе екі иықты бүйтіп бересің ғой. А екінші ұрыс десе. Азан шақырып қойған атын ұрыс бала болса, екінші атым ұрыс бала ғой менің. Ұрыс десе екі иық кетіп қалады ғой бүйтіп ше. Тұрмай. Бірден дейсің ғой. Иә, екеуі бірге. Қоя беріңіздер. Құдай-ай, өзім-ай, не деген сұлулық мынау деймін да. Кезінде Абай сүйген әйгерімдер мен сияқты болған шығар аға. Айзадай кірпіктерім төмен қарап, шеді еріндерім дір-дір етіп құрсын. Ақша жүзім албырапнан, аққу мойын, сәлімдар жерінде майы бар бірақ. Семіз аққу дейсің ғой. Семіз аққу, е. Сіз немеге мәз болып отырсыз аға, екеуіңіз ек құлағыңызда. Күлмеңізші башы, іштеңке жақпай жатыр маған бүгін. Түннің бір уағында битемін ғой, қонақтан келем да, Инстаграмды ашып не болып жатыр екен деп бір көре қалайын деймін ғой. Сөйтсем ана жер немей, кедей отбасынан шыққан балалар мемлекетке сор деймін, бір бәлені оқып қалдым. Білмеймін, байыбына да барған жоқпын, сонымен нервім ауырып кетті ана жерде. Өзіміз де сол кедейлердің қатарындамыз ғой, мысалы ретінде. Асып тасып жатқан ештеңеміз жоқ. Қайсының ата-бабаларың Алматыдан 10 сотық жер қалдырып кетті? Қайсының ата-бабаларың тұрып жатқан үйлеріңді екі қабат соғып беріп кетті? Бәріміз әйтеуір тірнектеп тиынды теңгеге айналдырып отқан адамдармыз ғой. Жоқ, Құдайдан кедей болсақ екен, Құдай бізді бір кедей отбасынан, мені кедей отбасынан шығара көр. Құдай мен бір түгі жоқ, байға бере көр деп сөйтіп Құдайдан тіледік па біз мысалы? Маңдайымызға жазылған сол да, ашынғанның тіл ашы, көкмияның дән ашы деп тіліміз ашы ғой біздің. Норматив бар ғой. Жоқ, мойындаймын. Кезінде сол дұрыс мемлекетке масыл болдық 18 жасқа дейін. Осы елдің азаматы, осы елдің баласы тұрғыны болғандықтан мемлекеттің ең басты қазынасы халық деп жатады. Сол халық болып, жаңа әкеміз өмірден өткенде жартылай асыраушыдан айырылған деген көмекті алдық. Көп балалы отбасы деген пособия, жәрдемақы, оны алдық. Сомен күн көрдік, ол рас. Бірақ қолымыз аузымызға жеткеннен кейін деніміз сау, 12 мүшеміз аман, өз арбамызды өзіміз сүйреп кеттік қой. Түннің бір уағында битемін ғой, қонақтан келем да, Инстаграмды ашып не болып жатыр екен деп бір көре қалайын деймін ғой. Сөйтсем ана жер немей, кедей отбасынан шыққан балалар мемлекетке сор деймін, бір бәлені оқып қалдым. Білмеймін, байыбына да барған жоқпын, сонымен нервім ауырып кетті ана жерде. Өзіміз де сол кедейлердің қатарындамыз ғой, мысалы ретінде. Асып тасып жатқан ештеңеміз жоқ. Қайсының ата-бабаларың Алматыдан 10 сотық жер қалдырып кетті? Қайсының ата-бабаларың тұрып жатқан үйлеріңді екі қабат соғып беріп кетті? Бәріміз әйтеуір тірнектеп тиынды теңгеге айналдырып отқан адамдармыз ғой. Жоқ, Құдайдан кедей болсақ екен, Құдай бізді бір кедей отбасынан, мені кедей отбасынан шығара көр. Құдай мен бір түгі жоқ, байға бере көр деп сөйтіп Құдайдан тіледік па біз мысалы? Маңдайымызға жазылған сол да, ашынғанның тіл ашы, көкмияның дән ашы деп тіліміз ашы ғой біздің. Норматив бар ғой. Жоқ, мойындаймын. Кезінде сол дұрыс мемлекетке масыл болдық 18 жасқа дейін. Осы елдің азаматы, осы елдің баласы тұрғыны болғандықтан мемлекеттің ең басты қазынасы халық деп жатады. Сол халық болып, жаңа әкеміз өмірден өткенде жартылай асыраушыдан айырылған деген көмекті алдық. Көп балалы отбасы деген пособия, жәрдемақы, оны алдық. Сомен күн көрдік, ол рас. Бірақ қолымыз аузымызға жеткеннен кейін деніміз сау, 12 мүшеміз аман, өз арбамызды өзіміз сүйреп кеттік қой. Қазір мемлекеттен бір нәрсе алмақ түгілі, осы мемлекетте өмір сүріп жатқан жандардың бір әл-ауқатының көтерілуіне, әлеуметтік жағдайының көтерілуіне көп үлес қосайықшы деп жүр қой, масыл болмай-ақ. Нервімді ауыртып бар ғой. Мына коуч, мотиватор, психолог дегендер құрттыңдар сендер, бүткіл қазақты бар ғой. Мәңгүрт қылайын деп отырсыңдар сендер. Неғып үйтіп қалдыңдар деймін да? Өмір сүрдіңдер ғой өз ақылдарымен осы уақытқа дейін. Ойбай, қазір заман басқа, адам басқа деп. Аңқау елге арамза молда көп болды. Заманның осы ащы шындығы. Өз қателіктерін өз өмірінен өткен. Анау Россияға, басқа жаққа барып, психологтардың 5-6 күн сабақтарына қатысып келеді да, соны қазақша переводтап сіздерге айтып береді. Өлсең өліп кет, ол Россияның, Европаның психологтарының санасы мен біздің қазақтың санасы тура келмейді ешқашан.
Ақылды сұраңдар, өсіп, өнген, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, сыйлы, ақ жаулықты әже болып, төрде отырған адамнан сұраңдар. Ақылды жарасады, ақыл айтса. Кеше келген тоқалда төрменікі деп, қоқаңдар деп, кеше шыққан біреулерді ақыл сұрайсыздар, ол не жетісіп ақыл айтады? Ақылдар аспыратса өз өмірлерін дұрыстабасыншы. Жоқ, күйеудің нәскейін жума самоценкаң түсет дейді да. Жуамыз, сасып кеткен нәскейінде, түрсейінде жуамыз күйеудің. Соны байғып қойында жатырмыз, жуамыз. Бірінші қолмен жуамыз, ақ нәскелерін кірін кетіріп, одан кейін истералкаға саламыз. Түрселерінде сөйтеміз. Бірінші қолмен жуамыз, одан кейін ары қарай саламыз. Міне, ешқандай саусағым менің самоценкам төмендеп сынып қалған жоқ. Самоценкам төмендеп, әні мусор аралап жүрген жоқпын. Ел қатар өмір сүріп жатырмын елдің алдында. Анау сөз бар ғой, бірінші өз басыңа май жақ, одан кейін кісінің жарылқа деп. Бірінші сендер өздерің істеңдер соны. Күйеуіңнің, байыңның жаңағы түрсе нәскейін жумай қойшы. Күнде новый нәскей киіп, жыл 12 ай, 345 нәскей жылда, бір жылда күйеуге шамаларын жетемекен. Байыңнан таяқ жеп құрайсың сосын төркініңе. Кеше күйеуге тиген қыздар битет. Әр күні дейді, аптасына дейді бір рет, күнне бір рет күйеуіңнен қалай гүл алып, күйеуіңнің махаббатына бөленуді үйретем дейді да. Мә, ертең 4-5 баладан кейін махаббаттың қаяқта қалғанын білмейсің. Нервыма тиіп ше. Ол бәрінде болды ғой, алғаш күйеуге тиген кезде еркелетіп, мәпелеп, сондай уақытта соның ана ойбай мотивациялық курсы деп пәленбай мыңға бала шағаның аузынан жырып та, байдың асын байқұс қызғанады демеңіздер. Мен қызғанбай, мен өзімдікі өзіме жетеді. Алланың өзі өлшеп берген өз несібем бар менің. Мынаның да несібесі бар. Ақылды сұрайтын адамнан сұрасаңыздаршы. Өзінің баласы ішкім емес әлі да, садикке, мектепке барып жүрген балалар, бірақ сол сіздің балаңызға дұрыс тәрбие беруді үйретем дейді да. Өз балаң тәрбиеле, шыңға шығар, одан кейін жұрттың баласына ақыл айт. Ойбай, андай женский энергияң көтеріледі, женственный боласың деп. Болмай қойдым женственный. Отырайық сол аузымыздан сөзіміз, үстімізден бөзіміз түсіп сызылып. Өмір ғой, бір ақ рет келетін өмір. Қазір гүл керек емес, бізге айналайын солып қалады, мусорға төгесің. О төккен мусорыңа да ақша төлейсің қалада. Памперс әкесін зато қолданамыз. Каша әкесін, печенье әкесін, бала шағамыз жейді соны. Витамин әкесін сол гүлдің орнына, нервыма тиіп. Женский энергиямызды керек кезінде өзіміз көтеріп, керек емес кезінде түсіріп аламыз, айналайындар. Сондай болсаңыздаршы, ерме болмай, лақпа болмай, әркімнің айтқан сөзіне лағып, әркімнің салған жолымен еріп жүре бермей. Сіздің өміріңізді ол сұрамайды, оның өмірін сіз сұрамайсыз. Түсініп тұрсыздар ма? Әркімнің өзінің жүретін жолы бөлек, біреудің ақылмен өмір сұрамайды. Солат көріп алаттан, жаңадан күйеуге шыққан қыздар, ойбай, маған апта сайын гүл беру керек, онда гүл күтеді. Сол гүлдің соңы ұрыс керіс болады. Онсыз да біз қазақ деген қызуғандымыз, қызымыз бар ма, әйеліміз бар ма, еркегіміз бар ма? А десе мә деп тұрамыз. Сөйтіп бұзылады, соның бәрі ажырасуға кеп қалады. Күйеуінің нәскейін жума, ойбай, самоценкаң түседі деп. Не ол самоценка деген? Бағаң ба? Сен өз-өзің бағаң көтермей, сенің бағаңды, мынау сенің мінезіңмен, істеп жүрген іс-әрекетіңмен сенің отбасыңа қарап, айналаңдағы ел жұрт көтерсін сен бағаңды. Өзін-өзін мақтаған өгістен тек қылмай. Көтеріп аңдар, онда бәрің аспанның 7-ші қабатына дейін көтеріп, 7-ші қабатта жүріңдер. Өз-өздеріңді да, бірақ мына боғың ботқа сідігің сорпа болып атады. Ал халқым, алдарыңызда жаңа ғана болған, сөйлеген, бажылдап, шақылдап, бақырауық түйеніңде болған жақсы дейді. Ұрысология ғылымының докторы, профессор Ырысбала Икрамбай.